біз биомедицина, инженерия және технологияларға басымдық беріп отырмыз. Маңызды ерекшелік, еліміздің барлық өңірлерінен 150-ден астам қатысушы болса, олардың елуі ауыл мектептерінен келген оқушылар. I met with lots of students, I talked to them and Қазақстанның болашақ осындай оқушылар мен жастардың арқасында жарқын болар сөзсіз. Олардың танымы мен білімі, сыни ойлауы жоғары деңгейде. Қатысушылар жобаларын әрі қарай дамытып, елдегі ғылымның дамуына өз үлесін қосатынына сенімдімін. Идея создания вот таких наурызовских встреч вообще очень потрясающая. И я пришла сюда с таким позывом, посылом, и пронести их, помочь им, дать руку и сказать: пойдем, Балам, со мной, я тебя этому научу, и ты будешь завтра ведущим специалистом в этом направлении. Данный форум мне принес большую пользу в развитии проекта моего. Я встретил многих учителей, иностранных учителей. В дальнейшем мы будем с ними сотрудничать. В рамках наурузовских встреч работали в жюри группа ученых. Приятно, что дети делают все для того, чтобы помочь, работают, вообще начиная там с 8-7 класса. Представляете, к 12 классу они сделают какие открытия. Зияткерлік мектебінің оқушыларымен бірге осы кездесуге қатысуға келдік. Бұл бізге берілген өте үлкен мүмкіндік деп білемін. Ол жобаларды көру арқылы біз өзімізге тәжірибе жинай алдық. Тап осындай етіп, біздің де қолымыздан бұндай жобаларды жасау келеді деген ойлар келді. Жамия, и у нее специальный приз. Азербайжан зияткерлік мектептерінің кезекті дәстүрлі 12 наурыз кездесулері өз мәресіне жетіп отыр. Өмірге жаңа қадам, жаңа белестерді бағындыра берулеріңізге тілектеспіз. Білім жолдарыңыз жемісті болсын.